Жақсы. Әл-фасл 20, 20-шы тақырып сифату сират. Сират көпірінің бейнесі. Сират көпірі қандай, ол не? قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين ياسين сүресінің 66-шы аятында وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ деген нені айтады? Аятты айтады. Егер де Аллах та айтады, وَلَوْ نَشَاء, егер де біз қаласақ, олардың көздерін соқыр етіп қоятын ек дейді. Егер де біз қаласақ, олардың не қылатын? Көздерін соқыр етіп қоятын едік. فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ, ол сираттан олар жол таба алмай қалады. فَأَنَّى يُبْصِرُونَ, қалайша олар көрсін ондай кезде. Егер де біз олардың көздерін соқыр қылып қоятын болсақ, қалайша олар көре алатын еді деген нені айтады? Сөзді айтады. Кейбір ғұламаларымыз бұл сол сират көпіріне байланысты не дейді? Аят дейді. Және сонымен бірге бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистері, имам Муслим риуаят қылған бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Абу Хурайра радиаллаху анхудан келеді, бұл хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون الآدم. Анау жаңағы ертең қияметте махшар күнінде Алла субхану ва тағала адамдардың бәрін жинайды. Сонда момын мұсылмандар тұрып, жәннаттың есіктері ашылу үшін момын мұсылмандар жиналып кімге барады дейді? Адам алейхиссаламға барады дейді. Айтады дейді: әкеміз Адам, әкеміз болған Адам, сен бізге Аллах тағаладан жәннаттың есігін ашып беруді не қыл? Сұрап бер деп айтады дейді. Сонда Адам алейхиссалам айтады, Адам алейхиссалам не дейді? Сендер менің себебімнен жәннаттан не қылдыңдар? Шығарылған едіңдер дейді. Менің себебімнен жәннаттан шығарылған едіңдер, мен бүгін не қыла алмаймын? Аллах тағаланың алдына бұндай нәрсені сұрауға бара алмаймын дейді. Сөйтіп олар қайда жібереді? Сендер қайда барыңдар? Ибрахим алейхиссаламға барыңдар. Өйткені ол кім дейді? Ол Аллахтың досы дейді. Адамдардың бәрі келіп Ибрахим алейхиссаламның алдына келеді дейді. Ибрахим алейхиссаламның алдына келіп босын сұраған кезде Ибрахим алейхиссалам: мен бүгін бұл нәрсені сұрай алмаймын. Сендер кімге барыңдар? Муса алейхиссаламға барыңдар. Муса пайғамбарға барыңдар. Өйткені ол кім? Калимулла, ол Алламен тілдескен пайғамбар деп айтты дейді. Адамдардың бәрі Муса алейхиссаламға келді дейді. Муса алейхиссалам алдына келіп сұраған кезінде Муса алейхиссалам: мен бүгін бұны не істей алмаймын, мен бүгін бұны сұрап бере алмаймын. Сендер қайда барыңдар? Рухулла болған, әкесіз жаратылған Аллах тағаланың пайғамбары кім? Иса алейхиссаламның алдына барыңдар деп айтты дейді. Иса алейхиссаламның алдына барған кезде Иса алейхиссалам: мен бүгін бұл нәрсені сұрай алмаймын. Сендер қайда барыңдар? Сендер Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның алдына барыңдар деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға рұқсат беріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға рұқсат берілгеннен кейін аманат пен рахим деген туысқандық қарым-қатынас, яғни аманатқа бекем болу, адам бейнесінде, бәлкім періште бейнесінде, туысқандық қарым-қатынас, адам бейнесінде, бәлкім періште бейнесінде сираттың екі жағында тұрады дейді. Екі жағында тұрып, сосын Алла субхану ва тағаланың қалауымен момын мұсылмандар міне сол сираттан не қыла бастайды дейді? Сол сираттан өте бастайды дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, пайғамбарымыз жалғастырып айтады: сол сираттан момын мұсылмандар өте бастаған кезде кейбіреулері найзағайдың жарқылындай өте бастады дейді. Сахабалар сұрады сосын: я Расулалла, найзағайдың жарқылы деген қалай болады дегенде, найзағайдың жарқылы жарқ еткеннен қалай мына беттен мына бетке жетіп келген секілді, аспандағы мына жағынан мына жағына жетіп келген сияқты, кейбір адамдар сол сираттан қалай өтеді дейді? Найзағайдың жарқылындай екі көз қас қағым сәтте өтіп кетеді дейді. Сосын одан кейін адам келетін адамдар самалдың, желдің есуі сияқты өтеді дейді. Одан кейін келген адамдар ер кісінің жүгіргені сияқты келіп өтеді дейді. Одан кейінгі келген адамдар ол сиратта жай жүріп, былай сираттың үстінен теңселіп қана өтеді дейді. Міне сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сираттың алдында тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я Рабби сәллим, я Раббым Алла, оларды аман сақта" деп неғып отырады дейді? Айтып отырады дейді. Ал кейбір адамдар сол жерде сираттан жүріп атқан кезде кей жақтарында не қыла алмай қалады? Ол жүре алмай тұрып қалады дейді. Жүре алмай тұрып теңселіп қалады дейді. Ал ол сираттың жан жақтарында нелер бар? Кәләлиптер бар дейді. Кәләлип деген нәрсе ұзын жаңағыдай темірлерді айтады. Жалпы айтқанда кезіндегі үлкен қаланың сыртын қоршап қоятын дуалдарды. Қорғандар. Сол қорғандардың сыртына мынандай не шығарып қояды? Мынандай үшкір темірлер шығарып қояды. Ана бүйтіп келген кезде соған келіп, содан ар жаққа қарай өте алмайтын қатты өткір болған, үшкір болған темірлер. Сондай нәрселерді кәләлиптер дейді. Сираттың жанында да сондай нелері бар, сондай дүниелері бар. Олар не істейді? Олар жан жақтағы анау сираттан өте алмастан теңселіп қалған адамдарға не отырады? Соларға кіріп отырады дейді.
Кейбіреулер ол сираттан не істей алады? Ол сираттан өте алады, ал кейбіреулер ол сираттан өте алмастан сол жаханнамға қарай не қылады? Жаханнамға қарай құлап кетеді дейді. Ал жаханнамның шұңқыры 70 жылдық не болады дейді? 70 жылдық шұңқыр болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят қылып не қылады? Тамамдайды. Яғни қиямет қайымда жаханнам келтіріліп, жаханнамның үстіне не құрылады? Сират көпірі құрылады. Сират көпірінің үстінен момын мұсылмандарда не қылады? Басқалары да оның үстіне не қылу керек? Өту керек. Кім ар жаққа өтетін болса, ар жақта не бар? Арғы бетінде не болады? Иншалла, ар жағында жәннат болады. Бірақ ол момын мұсылмандардың барлығы сират көпірінен аман есен не қыла алмайды? Барлығы бірден өтіп кете алмайды. Кейбіреулері найзағайдың жарқылындай, кейбіреулері самалдай, кейбіреулері жүгірген адамдай, кейбіреулері не қылады? Жай өтеді. Кейбіреулері теңселіп жан-жағына не қылып отырады? Жаңа кәләлиптер, жаңа тесіп қалатын, кіріп қалатын дүниелер оның денелеріне кіріп кетеді. Ал кейбір риуаяттарда, кейбір хадистерде теңселген кезінде асқындан жаханнам лауылдаған кезде өткен сабақтарымызда жаханнамның лауылы ұшқыны сарайдай дедік қоя. Міне сол сарайда болған ұшқындар теңселген кезде денелеріне тиіп азапталып қалады дейді. Одан кейін хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Масуд радиаллаху анху риуаят қылады. Бұл хадисі Табарани мен Термизи риуаят қылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Юдау сирату аля сауаи жаханнам", ертең қиямет қайымда сират көпірі жаханнамның үстінен құрылады дейді. Мислу хадди сайфи, бұл не сияқты? Оның өткірлігі өткір болған өткір қылыш секілді дейді. Және де өте не? Қайғанақ дейді. Алейхи кәләлип миннар, оның жан-жағында оттан болған нелері бар? Бағанағы адамдарға кіріп қалатын кәләлиптері бар деп айтады дейді. Қашан адамдар ол жерден өткен кезде кейбіреулері найзағайдың жарқылындай өтеді, кейбіреулері ол жерден атты әскер жүрген сияқты өтеді, кейбіреулері ол жерден жүрген адамның жүргені сияқты өтеді дейді. Сумма якуну ахируhum инсанан рajulun qad, ең соңында қалған адам сондай бір адам дәреже өтіп бара жатқан кезде жаңадай дірілдеп теңселіп астарына не қылып отырады? Оттар тиіп отырады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не келеді? Хадис келеді. Жалпы айтқан кезде бұл хадистен біз не шығарады? Жаханнамның үстінде сират көпірі құрылып, ол сират көпірінің үстінен адамдар не қылады? Өтеді. Кейбіреулері найзағайдың жарқылындай, кейбіреулері самалдың есуіндей, кейбіреулері жай жүрген адамдай, кейбіреулері тоқтап қалып, және ол жаханнамның сираттың жан-жағында түрлі адамға зиян беретін дүниелер болады. Астынан жаханнам лауылдап от болып жанып тұрады, және ұшқындары мен жалындары шығып тұрып, міне сол адамға не қылып отырады? Тиіп тұрады дейді. Бұдан да басқа хадистерде бұның көптеген түрлері мен көптеген мысалдары келтірген. Мәселен, кейбіреулердің қолында нелер болады? Нұрлары болады. Кейбіреулердің денесі толығымен нұр болады. Кейбіреулердің аяқтарының ұшында ғана кішкентай ғана нұры болады. Міне сол нұры жанған кезде жүріп алып, нұры жанбай қалған кезде тоқтап қалып, міне сол тоқтаған кезде астынан жаханнамның оты тиіп тұрады деген нелер келеді? Хадистер келеді. Ал кім сол оттан құлайтын болса, сол сираттан құлайтын болса, асты не болады? Құдай сақтасын, ол жаханнам болады. Және онымен бірге кейбір риуаяттарда сол сираттың үстінен өтіп бара жатқан кезде жаханнамның ішінен арнайы періштелер, арнайы сол азаптаушы дүниелер шығып, олардың бәрі не қылады? Сол сираттың үстінен тартып, құлатып, не қыла береді? Құлатып жаханнамға түсіре береді дегенде нелер келеді? Риуаяттар келеді. Және өткірлігі қылыштың жүзіндей, кейбір риуаяттарда шаштан да жіңішке болған, қылыштың өткірлігіндей өткір болған сират дейді. Ол сират, бірақ момын мұсылмандар, шынайы тақуа болған момын мұсылмандар, ол сираттан ешқандай қиыншылықсыз не қылып кетеді екен? Өтіп кетеді екен. Субханалла, Алла субхану тағала баршамыз сол сираттан өтуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Қияметтегі сират көпірі деген нәрсе осы дүние.